Шын болған оқиға. Алланың сәлемі болсын баршаңызға. Бұл оқиға менің өмірімде болған ең ауыр, бірақ ең үлкен сабақ берген кезеңдердің бірі. Кейде адам өмірдің шынайы мәнін тек қиындық көргенде ғана түсінеді екен. Мен ол кезде небәрі 24 жаста едім. Жас, арманым көп, болашаққа сенімім зор. Алматыда жұмыс істеп, ата-анама көмектесіп жүрдім. Сырт көзге бәрі керемет сияқты. Тұрақты жұмыс, жақсы достар, армандар. Бірақ ішімде бір тыныштық жоқ еді. Күнде таңертең тұрып, жұмысқа барамын. Кешке шаршап қайтамын. Бірақ бір сұрақ мазалайтын. Мен не үшін өмір сүріп жүрмін? Ол сұраққа жауап таба алмай жүрдім. Бір күні жұмыстан кеш қайтып келе жатып, жолда бір қарияны көрдім. Қарапайым киінген, қолында кішкентай дорбасы бар. Автобус аялдамасында жалғыз отыр екен. Жанына жақындап: «Ата, сізге көмектесейін бе?» дедім. Ол маған күлімсіреп қарады. «Қызым, тек сөйлесіп отырсаң болды» деді. Мен таң қалдым. Әдетте адамдар ақша сұрайды, көмек сұрайды. Ал бұл кісі тек сөйлескісі келеді екен. Қасына отырып әңгіме бастадым. Сол кеш менің өмірімді өзгертті. Қария маған өмірі туралы айтты. Бір кезде өте бай болғанын, бизнесі болғанын, бірақ бір күнде бәрінен айырылғанын айтты. «Қызым, менде бәрі болды. Үй, көлік, ақша, бірақ жүрегім бос еді. Аллаға жақын болмадым. Сол үшін бәрін жоғалттым» деді ол. Мен үнсіз тыңдап отырдым. Қазір ештеңем жоқ. Бірақ жүрегім тыныш. Себебі мен Алланы таптым деді. Осы сөз менің жүрегіме қатты әсер етті. Сол күннен кейін мен өзгере бастадым. Бірінші рет намаз оқып көруге шешім қабылдадым. Басында қиын болды. Уақыт табу, үйрену бәрі ауыр көрінді. Бірақ жүрегімде бір жылулық пайда болды. Бұрын бос нәрселерге уақытым кететін. Ал енді әр күнімнің мәні бар сияқты сезілді. Бірақ өмір әрқашан оңай болмайды. Бір күні жұмыстан қысқарту болды. Күтпеген жерден жұмыссыз қалдым. Сол кезде қатты күйзелдім. Енді не істеймін деген ой мазалады. Бірақ баяғы қарияның сөзі есіме түсті. Алладан алыстасаң, бәрінен айырыласың. Сол кезде алғаш рет шын жүректен дұға жасадым. «Я, Раббым, маған жол көрсетші». Күндер өтті. Жұмыс табу қиын болды. Ақша азайды. Достар да сирек хабарласатын болды. Сол кезде түсіндім. Кей адамдар тек сенде бәрі жақсы кезде ғана жаныңда болады екен. Бір күні үйде отырып көзіме жас алдым. Неге менің өмірім осылай өзгерді? деп жыладым. Сол сәтте жүрегімде бір ой келді. Мүмкін бұл сынақ шығар. Сол күннен бастап шағымдануды қойдым. Күнде таңертең тұрып дұға жасайтын болдым. Қолымнан келгенше жақсылық жасауға тырыстым. Қарттарға көмектестім, ата-анама көбірек көңіл бөлдім. Бір қызығы, жүрегім тыныштала бастады. Ақша болмаса да ішкі бақыт пайда болды. Бір күні күтпеген жағдай болды. Телефоныма бейтаныс нөмірден қоңырау түсті. «Сәлеметсіз бе, сіз жұмыс іздеп жүрсіз бе?» деді. Мен таң қалдым. «Иә, бізге дәл сіз сияқты адам керек. Ертең сұхбатқа келе аласыз ба?» Сол сәтте жүрегім дүрсілдеп кетті. Келесі күні сұхбатқа бардым. Барлығы жақсы өтті. Бірақ мен қатты үміттенгім келмеді. Бірнеше күннен кейін хабар келді. «Сізді жұмысқа қабылдадық». Мен сол жерде көзіме жас алдым. Бұл жай ғана жұмыс емес еді. Жалақысы жақсы, ұжымы керемет, ең бастысы мен өзімді бақытты сезіндім. Сол кезде түсіндім. Алла сенен бір нәрсені алса, орнына одан да жақсысын береді екен. Бір күні сол баяғы қарияны қайтадан іздеп бардым. Бірақ ол кісі жоқ еді. Аялдамада отырған адамдардан сұрадым. Мұнда ондай қария бұрын болатын. Бірақ бірнеше ай бұрын қайтыс болды деді. Мен үнсіз қалдым. Сол сәтте жүрегім шымырлап кетті. Мүмкін ол менің өміріме арнайы келген шығар. Қазір мен әр күнім үшін шүкір етемін. Өмір маған бір нәрсені үйретті.
Бақыт ақшада емес. Бақыт жүректің тыныштығында. Ал жүректің тыныштығы Аллаға жақындағанда ғана келеді. Егер сен де қазір қиындық көріп жүрсең, біл, бұл уақытша. Сабыр ет. Дұға жаса. Үмітіңді үзбе. Бір күні бәрі орнына келеді. Алланың нұры жаусын баршаңызға, отбасыңыз аман, жүрегіңіз тыныш. Егер бұл оқиға жүрегіңізге жетсе, лайк басып, пікір қалдырып, жақындарыңызбен бөлісіңіз.